Сәлеметсіздер ме? Тесттен өткен әріптестер. Тесттен өткен болсаңыздар, сертификаттарыңызды жүктеп болғаннан кейін сіздер портфолио жинақтап, портфолияны жүктеулеріңіз керек. Ол үшін сіздер Google-ға немесе Chrome-ға кіріп, жұмыс Smart Nation мектеп деп осылай жазасыздар жоғарыдағыдай. Осыған жазып болғаннан кейін осы сайтқа кіріп, сіздер бірінші шыққан осы сілтемеге кіреміз. Міне басты бет ашылды. Сіздерде осылай шығады. Және мына жоғарыдағы оң жақтағы үш сызыққа барамыз. Тіркелмеген болсаңыздар, сіздер осы жерді басқан кезде кіру және тіркелу деген болады. Сол жерге тіркелесіздер. Тіркелу оңай. Жыл-сендеріңізді жазып, және өздеріңіз ұмытпайтындай логин пароль құрастырасыздар. Сол арқылы кіре аласыздар. Кіргеннен кейін портфолио дегенді басамыз. Міне осы жерге негізгі портфолио деген жерде мына көру дегенді бассаңыздар, не жүктеу керек екені барлығы айдан анық көрініп тұр. Осы жерде барлығы түсінікті етіп берілген. Сол бойынша өздеріңіз құжаттарыңызды жүктеп отырасыздар. Міне ашылды. Осы жерде портфолиоларыңызды жүктеп отырасыздар. Менде тек қана жалпы мәліметтер деген жерге міне жеке куәлікті жүктейсіздер. Мына жерге білім деген жерге қосуды бассаңыздар, дипломдарыңызды жүктейсіздер. Міне барлығы жазулы тұр. Кәсіптік жол, бұл жерге қосу батырмасын басу арқылы сіздер еңбек кітапшасын жүктейсіздер. Қазіргі санат, астындағы қосу батырмасын басып, қазіргі алған санатыңызды жүктейсіз. Барлығы PDF форматта болу керек. Word түрінде болса, оны PDF-ке айналдырып, сосын жүктейсіздер. Word-ты қабылдай қоймайды, тек PDF форматта қабылдайды. Қайта даярлау, бұл жерге жаңа курстан өткен туралы не қыласыздар. Біліктілікті арттыру курстарын қосасыздар. Сынып жетекші болсаңыз, осы жерге сол туралы құжаттарыңызды, сым сағат деген сияқты. Міне барлығына осылай педагог жетістігі қосу деп тұр. Ол жерге алған жетістіктеріңізді жүктейсіз. Оның астында білім алушы жетістігі, оқушыларыңыздың жетістігін саласыздар. Міне осылай барлығын қосу батырмасы арқылы әрқайсысын өзінің орнына жүктесеңіздер, сосын қаралады. Қаралғаннан кейін әрқайсының өзінің нәтижесі көріліп тұрады. Егер мәліметтерден қателессеңіздер, мына жерде мәліметтер түзету деген сөзді бассаңыздар, осы жерден түзетсеңіздер болады. Сіздерге пайдалы ақпарат бердім деп ойлаймын. Кәделеріңізге жараса, қуаныштымын. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліңіздер. Алда көптеген мәліметтермен бөлісетін боламын.